Сәлем қыздар, бүгін біз ең оңай құрақтарын тігіп үйренеміз. Ол үшін бізге астарматы қажет, міндетті түрде ортасын белгілеп аласыздар. Және де 3-3 менде алған көзім сол көзді ортасына бір шетін тігіп аламын да. Екінші, ақ пен көк түсті матаны таңдадым. Көк түсті матамды оң жағын бір-біріне беттестіріп, түгін төмен қаратып тігіп аламын. Енді көк түсті матаны тігіп алғаннан соң қарама-қарсы бетіне тағы да көк түсті тігіп шығамыз. Одан соң барып, екі жағына ақ түсті матамызды жалғастырамыз. Яғни, тіккен кезде түстес маталарды қарама-қарсы етіп тігіп отырасыздар. Қыздар, мен сияқты жасамаңыздар. Тігістің басында және аяғында закрепка беріп отырыңыздар тігіске. Мен бұл құрақтарды еш жерге қолданбаймын, тек қана сіздерге көрсету үшін тігіп отырмын. Қыздар, астармата ретінде ХБ, сатин, бөз маталарын қолдансаңыздар болады. Ең бастысы жұқа әрі жылжымайтын, тігуге ыңғайлы болу қажет. Мендегі материалы турецкий матовый велюр деп аталады. Соның екі түсінен алдым, ақ түсі және көк түсі. Ортасындағы көздің өлшемі 3-3, ал ленталарымның ені 3 см. Мына құрақ өте оңай әрі әдемі көрінетін құрақтардың бірі. Жастыққа, көрпеге, түрлі төсеніштерге қолдануға болады. Мен мына видеода сіздерге 3 қана қатарын тігіп көрсеттім. Негізі қатар саны қаншалықты көп болса, құрағыңыз соншалықты әдемі көрінеді. Құрақтың тігілу жолы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Менің видеом ұнаған болса, пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Менің каналымда әртүрлі құрақтардың тігілу жолдары бар. Алдағы уақытта құрақ, тігін, тоқыма әртүрлі пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Өзімде бірінші тігін тігіп бастағанда, жалпы құрақ тігіп бастағанда, осында ең оңай құрақ түрлерінен бастадым. Иә, қыздар, алғашында қисық шығуы мүмкін, жылжып кетуі мүмкін, бірақ тіге келе қолдарыңыз үйренгеннен соң сіздің құрақтарыңыз әдемі, түзу болып шығады. Құрақ тігуді енді бастаған болсаңыз, және тіккен тігісіңіз көңіліңізде шықпай жатса, қисық, шайнап тігіп, жылжып кете беретін болса, еш уайымдамаңыз. 1-2-3 рет тіккеннен кейін сіздің де құрағыңыз әдемі, түзу, көз тартарлық болып шығады. Сонымен қыздар, сіздермен бірге болғандағыны алдағы видеоларда кездескенше. Қош сау болыңыздар.